Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін сабақта не туралы өтеміз деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыңдар. Ол музей, мұражай туралы болмақ. Жазамыз желтоқсанның 14-і. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық музейге бардың ба? Тақырыбымыздың сөздігімен таныс болыңыздар. Ежелгі және орта ғасыр тарихы, древняя и средневековая история. Мен қазір ежелгі және орта ғасыр тарихы туралы оқып жатырмын. Жауынгер, воин. Жауынгерлер соғыста шайқасты. Жәдігер, экспонат, реликвия. Мұражайда жәдігерлер көп. Ауыстыр, замени. Мен телефонымды ауыстырғым келеді. Енді тақырыпта кездесетін мәтінімен таныс болайық. Қазақстан Республикасы ұлттық музейі халықаралық стандарттарға сай жабдықталған. Ұлттық музейге көне жәдігерлер мен археологиялық, этнографиялық, мәдени ескерткіштер қойылған. Музейдің экспозициялық кешендерінде Астана, Тәуелсіз Қазақстан, алтын, ежелгі және орта ғасыр тарихы, этнография, тарих, заманауи өнер атты залдары бар. Музейде Қазақстанның ерте ғасырдан қазірге дейінгі тарихын көрсететін жәдігерлер бар. Музейдің басты атриумы алтын түсті құс. 1,5 сағат сайын орталық залда елбасының даусымен басталатын тұсаукесер барысында ол қос қанатын қағып, бірде самғап, бірде қиялап ұшады. 1-ші қабаттағы Астана залында 1,5 сағат сайын Астана архитектурасы шоу болады. Ол да елбасының даусымен басталады. Балалар, енді тапсырманы орындаңыздар. Мәтінді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіздер. 117-ші бет, 4-ші тапсырма. Келесі тапсырма 117-ші беттегі 5-ші тапсырма. Берілген сөз тіркестерімен сөйлем құраңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.